Балалар, бүгін біздер ұлттық тағамдар туралы айтатын боламыз. Ендеше ұлттық тағамдармен жақынырақ танысайық. Бұлшық етті күшейтемін, қуат пен күш беремін. Суықта тоқтырмаймын, ұзақ уақыт тоқыстаймын. Шаршағанды басып, адамды сергітемін. Мен құртпын, менің пайдам өте көп. Мен кальцийге баймын, сүйек пен істі қатайтамын. Ендеше сіздер де осылай ұлттық тағамдарды тауып, жаңағы ұлттық тағамдардың атауларын білеміз бе? Кәне айтайық. Бауырсақ. Дұрыс, бауырсақ. Сүт. Anasın, бізге бауырсақты үйретші. Жарайды, мен қыздарым. Сіздерге бүгін мен бауырсақ, қазақтың ұлттық тағамы аса атауы нан демекші. Нанның бүгін біз бауырсақ деген түрінен сіздерге қалай дайындалу керек екенін үйретемін. Олай болса, қолымыздағы қамырымызды жаймен деп былай жасап алайық. Үстінен басып, ұнға аунатамыз. Біздің наурыз көжеміз дайын бол. Ой, күшті ма? Наурыз көже күшті ма ке? Өте дәмді екен. Кім әзірледі наурыз көжені? Айназ. Айназ әзірледі. Айназға кім көмектесті? Мама көмектесті. Ана. Ali. Kuanı işbir gerek yana. Ya. Kuanı işbir bulmaydı. Uyuyan. Қыздарым, сонымен біздің бауырсағымыз пісті, наурыз көжеміз дайын, мінекей дастарханымыз жайылды. Наурыз мерекесіне орай дастарханымыз мінекей дайын. Балалар, алдымызда тұрған мына ұлттық тағамдардан және жемістер дәмін татып көрейік. Кәне, көзін байлаймын. Көзін байлап, аузын саламын қазір тағамдар. Дұрыстапты ма? О, дұрыстапты еді. Аша аузын. Бауырсақ дұрыстапты ма, Зейнеп? Дұрыстапты. Ал қыздар, ойнап қарайық. Қандай тағам пайдалы дейді? Қане Айназ, көрсете қойшы қандай тағам пайдалы? Сәбіз пайдалы, дұрыс па? Дұрыс. Қалай ойлайсың? Мына тағамдардың ішінде қайсысы пайдалы? Тағамдардың ішінде қайсысы пайдалы деп ойлайсың сен? Көрсете қойшы кәне? Алма, дұрыстапты ма Зейнеп? Дұрыстапты, жарайсың. Осы тағамдардың ішінде қайсысы пайдалы? Кім қалай ойлайды? Ала қояйық пайдалы тағамдар. Қайсысы? Банан пайдалы деп ойлайсың, Айназ, жақсы. Айта ғой. Жүзім пайдалы деп ойлайды Зейнеп. Дұрыс. Ая, сен айта ғой. Ала қалды. Не ол? Алма пайдалы да, Ая? Алмада А витамині бар. Алма адамның ағзасына өте пайдалы екен. Зиян. Неге зиян екен? Чипсиде майдың құрамдары өте көп та балалар. Сондықтан Сонымен қыздар, бауырсағымыз пісті, наурыз көжеміз дайын болды. Мінекей дастарханымызды, мерекелік дастарханымызды әсемдеп
дайындадық. Енді біз ұлыстың ұлы күні әз Наурыз, жыл басымыз Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Болашақ өсіріп отырған ұрпақтарымыздың болашағы жарқын болып, бейбіт елде көк байрағымыз көк аспанда желбіреп, баршамыз бейбіт күннің астында салт дәстүрімізбен аман есен, отбасымыздың қасында бүтін бір жұдырықтай жұмылған ел болып, жақсы күнде өмір сүруге баршаңызды тілеймін. Соны мынау Рамазан айында келіп жатырған әз Наурызымыз баршамызға да құтты болсын. Деніміз сау болып, бірлігіміз жарасқан бір тұтас мықты ел болайық.